Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі бәліш пісіреміз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Оған майымызды, қантымызды, жұмыртқамызды салып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін мен ұнға алдын ала қопсытқышты қосып дайындап қойдым, елегіштен өткізіп. Осыны салып қолмен қамырлаймыз. Міне бізде өте жұмсақ қамыр шықты. Енді осыны екіге бөліп, аз бөлігінен төменгі жағына төсеп шығамыз. Форманың диаметрі 24-26 диаметрлік форманы да қолдануға болады. Екінші бөлігімен осылай видеода көрсетілгендей бортик дайындаймыз. Біздің бортигіміз дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбені, қантты, жұмыртқаны және қаймақты салып, осы қоспаны жақсылап шаңышқының немесе блендер болса блендердің көмегімен жақсылап еземіз. Бұл жерде маңыздысы біздің сүзбемізде түйіршіктер болмау керек, әрі жақсылап езілуі қажет. Міне біздің салмамыз дайын. Енді осыны бортигіміздің ішіне саламыз. Бұл пирогты осы қалпында да пісіре беруге болады, яғни бетіне еш нәрсе салмай. Мен бір жағынан дәм болсын деп, екінші жағынан әдемі көрінсін деп бетіне қарақаттар қойып шықтым. Сіздер кез келген жеміс-жидектерді қолдана берсеңіздер болады. Және осы пирогты қызып тұрған 180 градустық пеште 35-40 минут пісіреміз. Міне біздің пирогымыз дайын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, ас болсын.